Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен шаймен ішуге өте дәмді болып шығатын мини пахлава дайындайтын боламыз, немесе шаймен ішуге тәтті деп атасақ та болады. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге 250 грамм маргарин немесе масло, жарты шай қасық ас содасы, 1 жұмыртқа, 150 грамм айран және 500 грамм ұн қажет болады. Ал салмасына 220 грамм грек жаңғағы және 200 грамм қант қажет болады. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оған бөлме температурасындағы масламызды саламыз. Немесе маргаринімізді саламыз және крошка пайда болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін айранымызға жарты шай қасық содамызды салып араластырамыз. Айранның орнына сметана пайдалансаңыздар да болады. Бір жұмыртқамызды саламыз. Айранымызды құйып, жұмсақ қамыр болғанға дейін илейміз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұмсақ әдемі қамыр болады. Оны целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минут тұрған қамырымызды алып, 12-14 бөлікке бөлеміз. Домалақ етіп, кішкентай қамырымызды барлығын домалақтап, бетін жауып, тағы 10-15 минут тындырып қоямыз. Егер менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтетіндеріңізді комментарийде жазып қалдырсаңыздар, сіздердің сұраныстарыңызды да жасап видео салуға тырысамын. Енді начинкасын араластырамыз. Қамырымызды ұн сеуіп жайсақ бола береді, ештеңе етпейді. Жұқа қамыр болғанға дейін жаямыз. Жұқа етіп жайсаңыздар жақсы болады. Егер рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ортасына 2-3 қашық начинкамызды салып, тегістеп, бұрап, рогалики сияқты орап шығамыз. Бірақ сіздер басқа формада жасағыларыңыз келсе, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей, барлығын дайындап алдық. Енді бір жұмыртқаны араластырып, бетіне жағамыз.
және үстінен мак сеуіп қоямыз. Пешімізді қыздырып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, печеньямыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін.